Сәлем достар, бүгін біз өте дәмді әрі оңай жасалатын панчо тортын жасайтын боламыз. Тортымыз жұмсақ әрі сондай дәмді. Біз жұмыртқамызға қантымызды салып, оны миксермен аппақ болғанша жақсылап араластыратын боламыз. Енді майымызды және сүтіміз және кішкене ас қасықпен тұзымызды саламыз. Енді құрғақ қоспасына ұнға, какао және қосқышты қосып араластырып аламыз бірінші. Дайын болған ұнымызды сүзбеден өткізіп, сұйықтығымызға араластырамыз. Қалыпшыға қойып, оны духовқа 180 градусқа 20-25 минутқа қоямыз. Енді кремін дайындаймыз. Оған 21% қаймақ, не үй қаймағы болса да болады. Оған сахар ұнтағын қосамыз және өз қалауыңызбен сгущенка. Міне осындай қою крем дайын болды. Міне дайын болған кексімізді өзіңіздің істейтін формаңызға сәйкес осылай жартысын бөліп дайындап алып, қалғандарын ұсақ етіп тураймыз. Енді жаңаға кескен төртбұрыштарыңызды кремдеріңізге араластырып, осылай пленкадағы табаққа жинай бересіздер. Оның арасына банан қосуларыңызға және де өз қалауларыңызбен жаңғақ қосуларыңызға болады. Осылай орап мұздатқышқа біраз уақытқа қойып қоямыз. Міне мұздатқыштан кейін осылай болып шықты тортымыз.